Қайырлы күн, құрметті біздің марафонға қатысушы қаншайымдар, ханымдар, сіздерді бүгін марафонда көріп отқаныма өте қуаныштымын. Яғни біздің 5 күндік марафонымызда сіздер 10 түрлі бұйымды үйреніп, Алла қаласа көптеген нәтижелеріңізбен қуантасыздар деген ниеттемін. Марафонды бастамас бұрын сіздермен танысып, кішігірім ақпарат беріп және осы біздегі жалпы қолөнершілерде болатын қателіктер жайлы да айтып өтсем деп отырмын. Мені танитындарыңыз болар, танымайтындарыңыз болар, сол себепті бір танысып өтейік. Менің есімім Күннұр, Тараз қаласынан боламын. Жасым 23-те. Осы қолөнер саласымен негізі мектеп кезден, кішкентай кезімнен айналысқанмын. Бірақ кішкене қолөнердің бағаланбауынан, мен бастаған кезде қолөнердің бағаланбауынан және сол арқылы кезінде бір белгілі бір мақсаттың жоқтығынан көп араға үзілістер жасадым да. Мысалы 2 жыл қолөнермен айналыстым, тоқтаттым, 1 жыл қайтадан 2 жыл айналыстым, 1 жыл тоқтаттым, сондай болды. Сол себепті кішкене арада осы именно қазіргі дамытуға деген уақыт кеш басталды. Бірақ бұл нәрсенің өзі бір қайырымен, берекесімен болып жатыр деп ойлаймын. Себебі мен сол кездегі біліміммен, тәжірибеммен бастағанда қазіргідей нәтиже жетпейтін едім. Себебі мен осыған дейін өзімді басқа салаларда көптеген жаңадай сауда болсын, қызмет түрі болсын, көптеген нәрседе өзімді сынадым да. Мысалы қолөнерден басқа мен қолымнан келеді, алып кете аламын депші. Бірақ шындығында именно қолөнерден асып кете алған жоқпын. Сол жаңағы әр нәрсені сеу барысында мен қолөнерге деген, қолөнердегі өзімнің жақсы жақтарымды, өзімнің артық қабілеттерімді байқап, осы сіздермен бірге осы дамытып, бір жағынан өзім үйренгенімді сіздермен бөлісіп жатырмын. Енді кезінде маған қазақша үйрететін, қазақша түсіндіретін кісілер болған жоқ. Мен орысша керемет түсінбей, керемет білмеген кезімде, мысалға орысша білмеген кезімде, шын айтқан кезде қиналатынмын. Мысалы интернеттен былай платный нелерді алғанның өзінде мен түсінбей қиналатынмын. Соның барлығы қарап тұрсам қолөнерге қызығушылық көп, бірақ ол жалғыз менің ауруым емес, ол бірнеше кісілердің қиындығы екен да. Сол үшін мен сіздерге осы қазақша үйретуді қолға алып, бір жағынан өзіме де практика, бір жағынан сіздерге де қазақша үйренген өте қолжетімді болғандықтан бастап жатырмын. Қолөнершілерде ең басты айтатын нәрсе ол біз жаңағыдай бір нәрсе жасасақ, бір нәрсе бұйым жасап бітірген кезде көп жағдайда өзімізді бағаламай жатамыз. Яғни біз еңбегімізді бағаламаймыз, немесе жаңағыдай бір кішкентай жетістіктерді үлкен жетістік ретінде көре алмаймыз. Сол нәрсе ол біздің самооценкамыздың да және осы именно қолөнерді дамытуымызға, ары қарай бір табыс табуымызға кедергі болады. Сол себепті сіздерге айтарым, қазір оңай, мысалға енді бүгінгі сабақ мысалға сіздерге өте оңай, қарапайым браслеттің 2 түрін үйренесіздерді. Соған ой, мына браслет па, осы ғана ма деген сияқты болмаңыздар. Сіздер кішкентай бір браслет жасап үйренсеңіздер де, кішкентай бір нәрсе көрсеңіздер де, тіпті сіздердің осы төлем жасап, осы біздің марафонға қатысып, өздеріңізге инвестиция салғандарыңыздың өзі үлкен бір жетістік. Жаңағы айтқанымдай, кішкентай қадамдарыңызды үлкен қадамға жасаған, тайдай басқан қадамдарыңыз деп біліңіздер. Сіздер жеткен әрбір жасаған бұйымдарыңызды қуаныңыздар, өздеріңіз мақтаңыздар, өздеріңізді сезімдеріңізді шығарыңыздар, жарайды ма? Себебі қолөнер деген нәрсе басқа тоқу, осы тастармен жұмыс істеу болсын, ол өте адамның жан дүниесінің тыныштығын қатты қалайтын салада. Себебі сіз ашумен, стресспен тұрып бір қолөнер жасай алмайсыз, фантазия келмейді, жаңағы бұйымыңыз әдемі шықпайды. Сіз қашан көңілді әдемі өзіңізге риза болып бір керемет көңіл күймен отырған кезде сіздің бұйымыңыз өзінен өзі нұрланып, өзінен өзі
жаңағыдай идеялар келіп, сіз былай жасайым деп бастаған нәрсе 100% өзгеріп, басқа бір керемет туындылар жасалып жатады. Содан соң мысалға мендегі басты қателік мынау болды. Мысалы мен орыс нелерінен астынан үйрендім ғой. Сол кезде тура солардың айтқан затындай зат табуым керек, или тура сондай браслет, сондай тас табуым керек деп уақыт жоғалтып алдым. Мысалға моншақ па, мысалы оның размеріндегі емес, кішкентай размер болсын, үлкен болсын, главное жасай беріңіздер. Тәжірибе, бұл жерде басты нәрсе тәжірибеде. Ана затым жоқ, менде анандай шарик жоқ, мынандай жылтырақ жоқ екен менде, или мен таппадым деп жасамай қалмаңыздар. Сіздер қандай зат бар, ол болмаса орнына басқа нәрсе. Қатып қалған қағида жоқ. Басқа қолөнерде, себебі ол қолөнер деген адамның ішкі жан дүниесінің бір сұлулығын көрсететін дүниелердің бірі да. Себебі бір нәрсемен, мысалға, мынандай болу керек деген дүние жоқ. Мысалға, тіпті мен өзім бір браслетті жасасам, соны дәл солай қайталап жасаған күннің өзінде де бір жерін өзгерткім келіп тұрады. Ол жаңағы ішкі қалау солай тартады да адамға, сондай энергия береді. Сол себепті сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Осындай маған сеніп, менімен бірге осыны бастамама атсалысып жатқандарыңызға алғысым шексіз. Сіздерді алда бұдан да көп, бұдан да жақсы бұйымдармен таныстырғым келеді, үйреткім келеді. Сіздерге үйрету арқылы мен өзімді шыңдаймын, өзім үйренем, өзім қабілеттерім ашылады. Сол себепті айтады ғой, мысалы, мен сіздерге пайдалы болсам, сіздер де маған солай пайдалы боласыздар деген ниеттемін. Жасадыңыздар ма, ол онша емес. Тағы бір айта кететін нәрсе, мысалға, мен көп нәрсені жасаймын да, салмай қоям, инстаграмға салмай қоям, или бөліспей қоям. Мысалы, біреуден үйренсем де, мен көңіл емес болған шығар, қош, или әдемілер сала берсін деген сияқты қыламын да. Жоқ, керісінше, сіз кішкентай бұйым жасадыңыз ба, салыңыз, инстаграмға мені отмет етіп қойыңыз, мен көрейін. Сіздердің жасағандарыңызды көру арқылы мен шабыттанамын. Сол арқылы сіздерге одан да әдемі, одан да күрделі, одан да ерекше туындыларды үйретуге тырысамын. Бұл сіздерге бір алғашқы қадам да. Содан соң сіздерге тағы бір айтатын нәрсем, сіздер жай ғана үйреніп қоймай, бұл нәрсемен табыс тапсаңыздар болады. Мен сіздерге 100% гарантия бере аламын, бұл нәрсе сұраныста жоғары. Мен өзім бастаған кездің өзінде қателеспесем 3 кісі ғана танымал етін. Подписчигі көп, қымбат жасайды. Ол кісілер өте қымбат жасады ол кезде. Мысалы, мен соларға басында өзіме заказ беремін деп іздедім де, қымбат болғаннан кейін қош деп қалдырдым. Кейін өзім қолға ала бастадым да. Қолөнер бұйымдары сіздің уақытыңызды қатты бағалайды. Сіз мысалға жасаған бұйымыңызды расходына қарай 1-ге 1, 1-ге 2 деп қоймайсыз. Сіз уақытыңызды бағалайсыз. Бұл жерде ішкі талантыңызды, жаңағы энергияңызды, өзіңіздің қабілетіңізді бағалайсыз. Сол себепті қолөнер бұйымдары өте қымбат болады. Сіздерге қазір үйретіп жатқан осы менің браслетім бар ғой. Браслет, булавка, ободок, сырға. Мен осы 4-еумен ғана айына 60-70 мың. Енді жақсы заказдар болды дегеннің өзінде 80 мыңға дейін табыс табатын едім. Ол кезде мен колледж бітірдім, одан кейін үйде болдым, ауылда жұмыс жоқ, ешқандай табыс жоқ, ештеңе жоқ. Мен сол кезде әшейін ауылда отырып, осындай басқа Алматы, Астана, Тараз болсын, Ақтөбе, Маңғыстау, Ақтау, қандай өңшең жан жақтағы бүкіл Қазақстанға жүретінмін ше. Сол кезде әкем күлетін, не болды, сенен басқа жоқ екен осы не деп, әкем біраз күлген. Себебі сен ауылда тұрып осыны жүресің ба деп ше. Кішкене енді ауылда тұрған енді жеткізу жағы қиын болды да. Ал қазір өте оңай. Қазір курьерский компанияларда өте көп. Почтада қазір қызметін жеңілдетіп тастаған, 5 күн, 3 күнде жеткізіп тастайды. Бұрын именно сол мен істеп жүрген кезде 10-14 күнде жеткізетін. Сол себепті кішкене адамдар күтуге де шаршайтын. Бір жағынан ол кезде интернеттен төлем жасау деген нәрсе бір қорқыныш уақыты еді да. Енді адамдар интернетке енді бет бұрып жатқан уақыттар еді. Мен сол уақыт
уақыттың өзінде 60-70 мың табыс таптым да. Яғни сіздер де үйде отырған кезде құр отырмай жай ғана осы нәрселермен мейлі басқа қалаға шығарамаймын, не істемеймін десеңіздер, онда жай ғана сол ауданыңызға, жай ғана сол өзіңіздің микрорайоныңызға ғана шығарсаңыздар болады. Яғни үйреніп қоймай, сіз бұл арқылы табыс тапсаңыз да болады. Енді үйде отырған әйел кісілерде, енді өзім де тұрмысқа шығып, баламен үйде отырғаннан кейін кішкене сезіп жатырмын да, оңай емес. Өзіңе қарамайсың, бір жағынан үйде жүргеннен қойшы деп былай бар көңіл сыртта болады. Жолдасыңызға қарайсыз, үй жинайсыз, бала шаға. Сонымен-ақ өзіміздің абыржып кеткенімізді байқамаймыз. Мысалға мен қазір үйде отырған анамын. Қараңыздар, үйде түсіріп жатырмын, мысалға видеоларды ше. Үйде отырып ақ мен табыс тауып отырмын да. Балам қасында ұйықтап жатыр мысалға. Сіздер де сондай өздеріңізге жаңа қызмет етсеңіздер болады. Егер сіздер өзіңізге жаңа осындай бірдеңе бастап істеп жатсаңыз, жолдасыңыз жоқ демейді ол. Басында жоқ деуі мүмкін, бірақ бір тілін көрсетесіз, екі көрсетесіз, сіз өзіңіздің жасағаныңызды, өзіңіздің еңбегіңізді, өзіңіздің қабілетіңізді көрсеткен кезде ол кез келген тіпті ойбай мен күйеуім жаман деген кісілердің өзінің жолдастары қолдап көмектесіп жатыр да. Жалпы сондай сіздерге барынша ашық, барынша түсінікті мәліметімді жеткізуге тырыстым. Енді кішкене қобалжып жатсам, дұрыс түсініңіздер, е. Себебі андай камераға көп сөйлей бермеймін да, негізі. Сабақ түсірген кезде ғана, сондай сторисіне кездерде кішкене сөйлемесем, үнемі камераға сөйлемеймін. Сол себепті кішкене қобалжып, сөзімді, ойымды жеткізе алмай қалған кездерім болса, кешіріңіздер. Сіздерді жақсы көремін. Сіздердің басқа осы әйел қауымының өздеріне ақша салып, өздеріне инвестиция жасап, білімге, жаңағыдай бір өзгеруге, дамуға деген қадамдарын өте қатты жақсы көремін. Себебі өзім сондай бір тығырықтан шығып, сондай бір қиын үйдегі бір, тем более босанғаннан кейін, бір депрессиядан шығып, сондай қолға алып бастағаннан кейін кішкене көп нәрсе жаңағыдай көңіліме күшті сезімдер қалдырады. Енді Аллаға шүкір, қазір ол уақыттардан бері біраз нәрсе өзгерді. Енді сіздерге сапалы, әдемі, ерекше туындыларды бөліскім келеді. Алда бұл ғана емес, бірнеше құнды мәліметтер береміз. Осы маған сеніп келген сіздерге алғысым шексіз. Кез келген уақытта сіздерге бір жеңілдік жасап отырамын. Ол міндетті түрде менің сіздерге алғысым деп қабылдаңыздар. Сіздерді шын көңілмен жақсы көремін. Рахмет. Бүгінгі алғашқы сабақтарыңыз құтты болсын, берекелі болсын. Сіздерге Аллахым екі дүниелеріңізге қайырлы етсін.